Баршаңызға сәлем қыз-келіншектер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бүткіл әлемге танымал, өте бір хит болып жатқан десерт дайындаймыз. Бұл десерт ең жақсы деген ресторандарда, ең жақсы деген кофейняларда ұсынылатын десерт Сан Себастьян десерті, яғни испанский чизкейк деп аталады. Негізінде бұл чизкейктің танымалдылығы күйіп піскен бетінде болады. Мен қатты күйдіріп пісірген жоқ, негізінде қатты бетін күйдіріп пісіріледі. Өте дәмді тіл үйретінде. Негізінде бұны шоколадпен бірге ұсынады. Дәмі өте тәтті болғандықтан мен тек қана сахарный пудрамен бірге ұсындым. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Бізге керекті ингредиенттер барлығын описанияда граммына дейін барлығын қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп қарап көрсеңіздер болады. Ең алдымен крем-чизбен шекерімізді, яғни қантымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын 4 жұмыртқамызды бір-бірден қоса отырып миксерлеп алатын боламыз. Егер сізде миксер болмаса, жағында венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Жұмыртқаларды салып болған соң лимонның суын салып, яғни лимонның сығындысын салып, оны да араластырып аламыз. Сосын кукурузный крахмалымызбен ванилинді салып, бұл массаны да біріктіріп алатын боламыз. Соңынан сливкиді құямыз. Мінекей біздің массамыз да дайын. Осылай сұйықтау масса болып шығуы керек. Осылай сұйықтау масса болады, яғни қорықпаңыздар. Бұл әбден чизкейкіміз суыған соң, холодильникте бір түн ұстаған соң, жаңағыдай видеоның басында көргендеріңіздей өзінің формасын жақсы ұстап тұратын чизкейк шығатын болады. Массамыз дайын. Ендігі кезекте формамызды дайындап алатын боламыз. Мен осындай форма қолдандым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Негізі биіктеу болған жақсы. Өйткені біздің чизкейк пісіп жатқан кезде өзінің формасынан 3 есе көтеріліп, ісіп піседі. Ал піскен соң бірден түсіп қалады. Яғни печкадан алған соң беті түсетін болады. Пісіп жатқан кезде әбден көтеріледі. Сол үшін мен сияқты осылай пергаментпен листті биік етіп салсаңыздар, сонда біздің чизкейк пісіп жатқан кезде, яғни тасып кетпейді, тасып кетуі де мүмкін. Сондықтан осылай биік етіп видеода көрсетілгендегідей пергамент қағазды төсеп алыңыздар. Біздің чизкейк 220-230 градуста 45-50 минутта пісіп шығатын болады. Ол сіздің пешіңіздің қалай қызуына байланысты. Менікі орташа қызады. Қатты қызатындай пеш болса 220 градуста 35-40 минут пісіріп алсаңыздар жеткілікті. Мен ровно 50 минут немесе 50 минуттың үстінде пісіріп алдым. Мінекей біздің өте дәмді, ауызда еретіндей чизкейкіміз де дайын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бір жасағанын ұқсап шығады. Дәмі өте керемет болып шығады. Қонаққа апарсаңыздар да ұялмай алып баруға болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.